Адал азамат біртұтас тәрбие жоспары аясында аптада 2 сөзі отанды сүю отбасынан басталады. Осы дәйек сөзбен сәйкестендіріп бүгінгі сабағымыздың тақырыбын әлеуметтік сұраныс және отандық өнім деп алуды шештік. Сабағымыздың мақсаты студенттер әлеуметтік сұраныстың мәнін түсініп, отандық өнімнің түрлерін талдайды және сонымен қатар кәсіби контекстте сөздік қорларын дамытып, сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Бүгінгі сабақта студенттер отандық өнім арқылы жаңа бизнес бастауға, басқа адамдарды жұмысқа жұмылдыру арқылы отандық өнімдерді брендке айналдыру мүмкіндігін көптеп ұғынады. Сонымен бірге кәсіби контекстте ынтымақтастықтың рөлі зор екенін түсінеді. Мысалы, бірігіп бизнес бастауда басқа адамның эмоциясын, күйзелісі мен құндылықтарын түсінуді үйренеді. Отандық өнімдер сұранысқа ие болу үшін цифрлық технологиялардың өзара әрекеттесуі арқылы, мысалы, отандық өнімдерді халықаралық брендке айналдыру үшін цифрлық технологияның рөлі зор екендігі түсінеді. Оның ішінде жарнама жасау деген сияқты мәселелер бұл сабақта қалыс қалмайды. Сонымен қатар отандық өнімдер адамның денсаулығына ешқандай зиян келтірмейтіндігін түсініп, ұлттық брендке айналдыру үшін лицензия мен авторлық құқықтық сауаттылық тұрғысынан да білім беріледі. Сабағында ойын арқылы оқыту әдісі, соның ішінде рөлдік ойындар арқылы студенттер тақырып аясында кәсіби контекстте атаулардың, ұғымдардың мемлекеттік тілде баламасын біледі және тәжірибеде қолдану мүмкіндігіне ие болады. Сәлеметсіз бе? Сіз қай салада қызмет етесіз? Сәлеметсіз бе? Мен отандық өнім шығарумен айналысамын. Отандық өнімдер оның ішіне өндіресіз? Менің ұн шығаратын зауытым бар. Өнім шығару ол әлеуметтік сұранысқа неме? Ұнды біз шетелге экспорттаймыз, Қазақстанға үлкен салға келеді. Тапсырыстар көптен түсіле. Әрине, біздің отандық өнім таза тағам, Қазақстанға өте пайдалы, денсаулыққа ешқандай зиян келтірмейді. Жобаға бағытталған оқыту әдісі арқылы студенттер отандық өнімдердің жасалу жолдарын жеке жұмыс жасап, оның жасалу жолдарының құрамы туралы айтып, сөздік қорларын молайтады және барлық терминдерді, атаулардың қазақша баламасын біледі. Құрт сүт өнімдерінен дайындалатын тағам. Әдетте сүзбені кішігірім бөліктерге бөледі де қысады. Одан соң оларды тақтаға жайып кептіреді. Кептіру барысында бірнеше рет аударады. Мұндай құрт сүзбе құрт деп аталады. Байқалмақ сүттен жасалатын ұлттық тағам. Тағамдық тез әзірленетін тәтті тағамдарды бірі болып табылады. Сабақтағы кері байланысты бақылау әдісі арқылы аяқталмаған сөйлем бойынша студенттердің пікірін білу арқылы тақырыпты қаншалықты меңгергендігін біліп, анықтап, бағалайтын боламын. Енді мен кәсіби контекстте терминдерді қазақ тілінде айта аламын. Мен ұлттық өнімдердің қалай жасалатынын білгенім үшін өзімді мақтар едім. Бүгін сабақта қуантқаны отандық өнімдердің денсаулыққа зиян келтірмейтіні. Бүгін сабақта сөздік қоржыным тағды, жаңа сөздерімен толыққаны өте қызықты болды. Бүгінгі сабақта мен отандық өнімдерді атауын қазақ тілінде білдім. Маған отандық өнімдерді әлемдік деңгейге шығарып бизнес ашу идеясы ерекше ұнады. Сонымен қатар құрдастардың кері байланысы әдісі оңтайлы деп негіздеп, студенттер бір-бірін Қазақстан картасы әдісі бойынша бағалайды. Үйге тапсырма мен болашақ кәсіпкермін деп аталатын 120 сөзден тұратын эссе жазып келу берілді.